Ассалаумағалейкум, Маралды ауылының азаматтары. Мен елдегі болып жатқан жағдайды естіп сіздермен біргемін дегенді айтқым келеді. Туған ел, туған жер, туған ана деген бір үш ұғым бар. Сол үш ұғымның ұлылығын ұғынатын қазір өздерің сияқты азаматтар керек. Ұлы ақын Байронның туған жердің маңдайының қырсығын арылтуға керек болса, бір шығын жаным әке құрбандыққа мені шал, қиналма сен қилар деп қыршынымды. Туған жер үшін жандарыңызды құрбан етуге дайын болған азаматтардың азаматтық істерін көріп біз разы болып жатырмыз. Оразалиннің бір өлеңі бар: өгейсіме, өгейсітпе, ел үшін өмір көркі үйлесім мен келісім. Не көрсең де еліңмен көр, бөлінбе, елде сенің өрісің мен еңісің. Ел жоқ жерде күллі ғалам тұл жетім, ел жоқ жерде өлі теңіз өлішің, елде сенің жеңісің дейді. Елдің азаматтары, сіздер аман болыңыздар, мен сіздермен біргемін.